Өте тамаша автокөліктер келген екен. Бұл жерде мен 1 ай жарымдай болмадым. Алла қаласа бұлардың барлығына жеке-жеке тоқталып кетеміз. Бұл жерде де бойын бұтыректі. Тида тұр. 2010 жылғы 70-тік тұр. 2 тида тұр. Және мына жерде RAV4 тұр. 2014 жылғы 55-тік. Жалпы көп көліктер келген екен. Алан қалаумен. Алла қаласа төменге комментария қалдырып, достарыңмен бөлісіп кетіңіздер. Алла қаласа барлық көліктердің жеке-жеке салатын болам. 3-тік 2015 жылғы Альфард тұр. 2008 жылғы Альфард, яғни қазір бұны қосқа салып кетем. Яғни бұған жетсем салып кетуге, жаңа Volkswagen. В общем, жақсы көліктер келген екен. Төменге комментария қалдырып, қай көлік сізге ұнады, төмендегі WhatsApp желісіне хабарласып, өзіңізге іздеген көлікті тапсырыс бере аласыздар. Ассаламу алейкум. Toyota Alphard 2008 жылғы, яғни 2-де 4 қозғалтқыш, өте тамаша жағдайда, яғни пробегі 70 мың, таза жапондық автокөлік, оң жақ руль, бензин, 2-де 4 қозғалтқыш, капитанский сиденье. Көлік енді өте тамаша жағдайда. Бағасын төменге қалдырып кетем. Окончательный цена $15 000 дейді. Қазақстанға қаншаға баратын төменге қалдырып кетем. Көлік өте тамаша жағдайда. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Общем, Ереван базары. Алла қаласа бұл көліктерді ертең салатын боламын. 2020 или 2021. Бұл көліктерді ертең бағаларын бәрін салатын боламын. Міндетті түрде күтіңіздер. Алла қаласа кімге қандай көлік ұнады, төменге хабарласып, или WhatsApp желісіне хабарласып, жеке шығып, көліктің өмірбаянын біле аласыңыздар. Енді әркімнің вкусы әртүрлі, біреу мынандай көлік жақсы көрсе, біреу мынандай көлік жақсы көреді. Hyundai бар. Жылы таза $11 000 айтты екен мұны. Год 2011 жылғы. Анда RAV4 тұр екен. Мен тек бүгін келген себептен тек обзор жасап отырмын. Алла қаласа, мұнда Toyota мен Hyundai Elantra 70-тік. Қазір барам бұйырса. Обзор. Бүгін тек 1 айын алып шығам. Алла қаласа ертең барлығын салам. Sienna. Өте тамаша жағдайда. Subaru, Hyundai, Алла қаласа көліктерді ертең салатын болам. Себебіне байланысты көп машинада бүгін бағаларын біле алмайым. Номер бар, хабарласып, ертең біліп, барлығын жеке-жеке тоқталып кетем. Комментарияны жақсылап қалдырыңдар. Кімге қандай көлік ұнайды, қандай көлікті қарағанда абзал қарайсыңдар. 70-тік тұр. Яғни бұл грузин нөмір деген емес. Егер алатын болсаңдар, бұл армиян нөмірімен барады, иншалла. Бұл яғни растамашы жасалып келіп тұрды. Егер алған жағдайда армиян нөмірімен Қазақстанға кетеді, доверенностьпен, страховкамен арқайын айдап жүре бересіңдер. В общем, кімге қандай көлік ұнайды, өздерінің көңілдерінен шықса, осы көліктердің барлығына обзор жасаймыз. Мұнда қанда Volkswagen'дерді тұр. Мұнда да тұр. Валюс Ахпер, как дела? Сейчас. В общем, солай. Көліктер өте көп. Өткені 1 ай өт келмегеніме мұнда. Қазір кіреміз, мұнда 70-тік көп екен байқаған.
не бір ақ жетпістік тұрды. Не тұр біреу. Міне көлік. Так, ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. BMW тройка. Өте тамаша автокөлік. Армения қаласы Ереван базарындамыз. 2017 жылғы екілік қозғалтқыш. Пробегі 70 мың пробег. Енді көлік өте тамаша жағдайда. Бұл енді Қазақстанға 12 миллион 480 мың теңгеге барып тұр Қазақстанға. $24.600 етіп тұр. Мен бұл кімге қызықты, кімге қандай баға, артық сөздің қажеті жоқ. Бәлкім біреу ұнатқан болар, іздеп жүрген болар. Бәлкім біреуге қымбат, біреуге арзан, бірақ бағасына ұстайды. Ассаламу алейкум. Кезекті көлігіміз LS 330. 2000 жылғы. Золотистый цвет, полный сырланған. Протекторлеуде ақсы. Салондағы да бар таза. Салон таза. 130 мың жүріп тұр. 8,5 нақты беретін ценам дейді. Қазақстанға 4 миллион 750 мыңға бағып тұр. Кімге қалай қызықтырса, WhatsApp-қа жеке шығып хабарласандыруға үлек бар. Toyota Alphard 2003 жылғы. Берекетке жақсы жасалған. 98 мың километр жүріпті. 2-де 4 қозғалтқыш. 2003 жылғы. Салон, қара салон. Бұл енді Қазақстанға 5 миллион 880 мың